Сіздердің назарларыңызға педагог ретінде әлемдік танымалдыққа ие болған 5 әйелдің тарихын ұсынамыз. Олардың көбі өз мамандықтарын жаңашыл бағытта ұстанып, барлығы дерлік тарихқа енген. Бұл 5 әйелдің ерлігі, рухани күші мен қайсарлығы ұмытылмақ емес. Бұл 5 тұлғаның тарихы сіздерді де жігерлендіріп, шабыттандырады деп үміттенеміз. Энн Салливан. Жетістігі арнайы педагогикада дүмпу жасады. Америкалық педагог арнайы педагогика саласында бүкіл әлемге атақты Хелен Келлердің мұғалімі атағымен танылған. Энн Салливанның тарихы шабыттандырады және таңғалдырады. Ол Америкада ирландық иммигранттар отбасында дүниеге келген. Энн кедейшілікте және маскүнем әкесінің қаскөйлігіне шыдап өскен. 8 жасында анасынан айырылған. Қыздың басына түскен сынақтар қатарын оның көз жанарынан айырылған ауыр дерт толықтырды. Анасы қаза болғаннан соң 1 жылдан кейін әкесі Энн мен оның інісінен бас тартты. Оларды балалар үйіне орналастырады. Педагогтардың естелігі бойынша Энн кіші інісіне ерекше қамқор болады. Өйткені оның денсаулығы аса ауыр жағдайда еді. Алайда бұл Джиммиді ажал аузынан құтқарып қала алмады. Бала да өз анасы секілді туберкулез дертімен ауыратын еді. 10 жасар қыз інісінің анасының өлімін көрді. Туған әкесі тастап кетті және ерте жаста пайда болған трахома кесірінен мүлдем көрмейтін. Осындай ауыр кезеңде оның өмірінде алғаш рет оң өзгеріс болды. Бұл оның алдағы тағдырының өзгеруіне септігін тигізді. 1880 жылы Энн көзі көрмейтіндерге арналған Перкинс мектебіне оқуға түседі. Ол жерде оған ота жасалып, нәтижесінде көзі біртіндеп көре бастайды және білім алады. Энн Салливанның өміріндегі айшықты оқиғалардың бірі мектепке қабылдануы болса да, бұл жағдай оның жаңа сынақтарды бастан кешіруіне септігін тигізді. Әлеуметтік дағдылардың жетілмеуі, қандай да бір оқу мекемесінде тұру тәжірибесінің жоқтығының нәтижесінде Энн мектептік өмірге машықтануы қиынға соқты. Оған бейімделу және достар табу қиын болды. Алайда табиғи интеллектінің, ойдың ұшқырлығы мен өжеттігінің арқасында Энн академиялық тұрғыда жетіліп, өз мұғалімдерімен жақын әрі сенімді. Соның ішінде әсіресе мектеп директоры Майкл Ананаспен жақсы қатынас орната білді. 1886 жылы Эннің оқу курсы аяқталған соң, мектеп директоры Майкл Хелен Келлер атты көзі көрмейтін әрі керең қызға педагог болуды ұсынған. 20 жасар Эннің Хеленмен кездескенде сыртқы әлеммен қатынасында айтарлықтай қиындықтармен, тұрақсыз эмоционалық жағдайлармен кездескен қыз болатын. Хеленнің отбасы сол кездегі барлық мүмкіндіктерді қарастыра келе, оны арнайы мекемеге орналастыруды жөн санайды. Бұл кездесу екі әйелдің де тағдырына түбегейлі өзгеріс әкелді. Екеуі де тарихқа енді. Хелен Келлер батыл және жігерлі, жазушы әрі лектор, көп саяхаттаған және әлемдегі көзі көрмейтіндер мен нашар көретіндердің құқықтары мен мүмкіндіктері жолында күресуші болды. Энн Салливан талантты педагог, көзі көрмейтін әрі құлағы естімейтін қызды оқыта білуді және әлеммен қатынас орната білуді үйреткен. Энн Салливан Хеленге бар өмірін арнаған, өзінің жеке тәжірибесі мен табиғи педагогикалық талантын ұштастыра отырып, Хелен Келлерді оқытуда жоғары нәтижелерге қол жеткізе алды. Осылай арнайы педагогикада нағыз дүмпу жасады. Эллен Кей. Жетістігі еркін педагогика принциптерін, концепцияларын тұжырымдады. Швед жазушысы педагог Эллен Кей еркін педагогиканың негізгі принциптерін, концепцияларын алғашқы тұжырымдаушылардың бірі. Эллен Швед аграрлық партиясының негізін қалаушы Эмиль Кейдің отбасында дүниеге келген. Оның анасы ақсүйек тұқымынан болған және қызына тамаша үй білімін берген. Эллен өте либералды атмосферада өсті. Бұл оның педагогтық көзқарасының қалыптасуына айтарлықтай әсер етті. Эллен өзінің бар ғұмырында аз қамтылған ауыл тұрғындары үшін халықтық институттарда сабақ берді. Сабақ бергеннен басқа Эллен әлеуметтік қызметімен қатар мақала жазу, сол кезеңдегі әлеуметтік тақырыптарға арналған кітаптар жазумен белсенді түрде айналысты.
Оның педагогикалық жұмыстарының ішінде «Бала ғасыры» кітабы ерекше танымалдыққа ие болды. Бұл кітап тұңғыш рет бала тұлғасын педагогикалық үдерістің орталығы деп қарастырып, балаға деген мектеп пен педагогтың жаңа қатынастарының негіздерін қалыптастырады. Элленнің пікірінше, мектеп өзін тек қана тәрбиеші есебінде ұсыну керек, бірақ өзіне ешқашан міндеттемеуі тиіс. Кей тәрбиелеудің негізгі көзі ретінде ананың тәрбиесін, яғни үйдегі тәрбие деп санаған. Бұл идеяның оны қанаттырғаны соншалық, ол балабақшалар мен барлық мектепке дейінгі балалар мекемесін мүлдем таратуды ашық түрде айтқан. Эллен бала ғасырында баланың өзіндік дамуы үшін қолайлы орта құру туралы алғаш рет айтады. Сол кезеңде танымал болған балалар үшін өмір сүру ұранының орнына Эллен балаларға өмір сүруге мүмкіндік беріңдер ұранын ұсынады. Эллен Кейдің ойлары мен жұмыстары бүкіл әлемнің оқыту жүйесіне кеңінен танымал болған Реджио Эмилия педагогикасында Мария Монтессори жүйесінің пайда болуына қанаттандырып алғышарт бола білді. Эллен Кейдің педагогикалық көзқарастарының қалыптасуына Лев Толстойдың еңбектерінің ықпалы зор болғаны өте қызықты. Ол Толстойдың педагогикалық мұрасын мұқият зерделеп шыққаны белгілі. Ол ескірген мектептік білім беру жүйесін сынаған және әр оқушыға жеке-жеке тәсіл қолдану керек екені жөнінде мәселелерде ойлары бір жерден шығып жатты. Мария Монтессори жетістігі ақыл-есі кем балаларды оқытуда алғашқы болды. Ортофрения институтын құрды. Италиялық педагог, сонымен қатар дәрігер, философ және ғалым. Ол бүгінде танымал болған көптеген оқу мекемелерін ашып, Эллен Кейдің философиялық, педагогикалық идеялары мен тұжырымдарын тәжірибеде кереметтей жүзеге асырды. Мария Монтессоридің тарихы педагогикадан тысқары жатқан адамдарға да таныс. Оның қызықты деген кезеңдеріне тоқталып өтейік. Қызығы сол, Мария Монтессоридің педагог ретінде қалыптасуы да мүмкін еді. Өйткені бұл талантты әйелдің карьерасы мүлдем басқа салада басталған болатын. Мария тарихқа Италияның медицина курсын аяқтаған тұңғыш әйел, сонымен қатар ғалым докторы ғылыми дәрежесін алған әйел ретінде кірген. Дәрігерлік тәжірибе мен ақыл-есі кем және жүйке жүйесі ауруларымен зардап шеккен балалармен жұмыс істеу арқылы Мария педагогика саласына келген. Монтессоридің елеулі еңбектерінің бірі Римде Ортофрения институтын құруы болды. 1889 жылы Туриндегі конференциясындағы баяндамасында Монтессори нейропсихологиялық патологиясы бар балалар мәселесі медицина саласына жатпайтынын, яғни педагогика саласына қатысты екенін дәлелдеді. Бұл баяндаманың нәтижесі Монтессори басқарған Римде ұйымдастырылған ортофрениялық институт болды. Оның институт қабырғасында ұйымдастырған және іске асырған әдістемелері күтпеген нәтижелер берді. Тәуелсіз комиссияның тексеру нәтижесінде Монтессори оқытқан ақыл-есі кем балалар жазу, оқу мен есептеу дағдылары бойынша қалыпты дамып жатқан балалардан асып түскенін анықтайды. Монтессори ақыл-есі кем балаларда алғашқы болып оқытуға ниеттенгендердің бірі. Римдік ортофрения институтын құрғанға дейін ешкімде мұндай балаларды оқыту қажеттілігі туралы ойламаған еді. Олар мамандандырылған балалар үйінде қандай да бір педагогикалық назарсыз қалып отырған. Тіпті балалардың кейбірінде ойыншықтар да болмайтын. Миртилла Майнер жетістігі афро-америкалық қыздарға арналған мектеп құрды. Америкалық мұғалім сол кезде құлдықта болған шыққан тегі Африка тектес америкалық қыздарға арналған мектеп ұйымдастырды. Керемет батыр, текті және ерікті әйел. Денсаулығы болмаса да бүкіл қоғамға қарсы тұрып, құлдықта болған африкалық отбасылардың балаларына арналған мектепті құрып, оны дамытуға ғұмырының басым бөлігін жұмсаған. Майнердің тарихы дәстүрлі түрде бастаған. Орта шаруа отбасында туылған Миртилла күнкөрістің қамын ерте бастаған. Оқуға деген бейімділігі мен кітапқа деген үлкен махаббатының арқасында педагог жолын таңдап, 1844 жылы оқуын сәтті тамамдаған. Курсын аяқтаған соң Миртилла Майнер плантаторлардың қыздарын оқытуға арналған Миссисипидегі мектепке оқытушылыққа жіберіледі.
Майнер ол жерден құлдықтың сұмдығымен бетпе-бет келеді. Бұл оның алдағы өміріндегі мақсаттары мен өмір сүруінің мәнінің түбегейлі өзгеруіне себеп болды. Миртилла плантаторлардың балаларын оқытатын оқу орнында афроамерикалықтарды да оқытуға арнайы рұқсат алуға тырысады. Әрине, бұл сол кезеңде кері әсер тудырады. Миртилла мұндай мектепті өзі ашуы керек екенін түсінеді. Ол өзінің оқытудағы басты мақсаты афроамерикалық балаларды оқытуды санайды. Ал оның оқушылары одан кейін ары қарай өздері туыстары мен достарын оқытуы керек болатын. Ол кезде мұндай қадамға бару тікелей мағынасында өз өміріңді қатерге тігу болып саналған. Өзінің жеке оқу ордасын ашу үшін қаражат жинап және қолдайтын адам іздеп жүріп, Миртилла біраз уақыт Колумбия округінде бейресми түрде құлдардың балаларын оқытуын жалғастыра берді. Ол округте бұндай әрекет қылмыстық жаза қолданатын іс ретінде бағаланатын. Ақырында жазушы Гарриет Бичер Стоудың өзінің Том ағайдың лашығы кітабының қаламақысының біршама бөлігін мектепті ашу мен дамытуға жасаған қайырымдылығымен және оның ағасы Генри Уорд Бичердің қаржылық қолдауымен Майнер өзінің мектебін ашады. Кейбір замандастарының айтуынша Миртилла Майнер мектебіндегі дайындық деңгейі сол кездегі ақ нәсілді қыздарды оқытатын мекемелердегі деңгейден айтарлықтай дәрежеде жоғары болған екен. Миртилла Майнер көптеген қорлықтар мен қорқытулардан, физикалық күш көрсетуден және өрттен де өтуге тура келді. Алайда Миртилла алған бетінен қайтпайды. Бұл күресте оның онсыз да нашар денсаулығына салмақ түсіп, 49 жасында дүниеден озады. Оның мектебі отан соғысы кезінде жабылып, соғыстан кейін өз жұмысын жалғастырып, бертін келе оқыту мекемелерінің бірі болады. Вашингтондағы бастауыш мектеп Миртилла Майнердің құрметіне аталған.